Күйеуім жауап бермейді. WhatsApp. SMS-іңіз оқылмады. Әйел адамның басына неше түрлі күмәнді ойлар бірінен кейін бірі үздіксіз келе бастайды. Жоқ, күйеуі көлігін соғып алды. Көлік қағып кетті. Ауруханаға жататын болды деп ойласа мейлі ғой. Көбі оның басқа біреуі бар. Басқа біреумен сөйлесіп жүр. Көңілі салқындап кетті. Мені сыйламайды, қадірлемейді және тағы да басқа. Өздеріңіз білетіндей Алла тағаланы жалғыз деп танып, оған иман келтірген мұсылман ер мен әйел шаңырақ көтеріп ұрыс-керіссіз бақытты ғұмыр кешсе, лағнеттелген шайтан үшін ең ауыр қайғы сол. Ол қашанда айрандай ұйып отырған ерлі-зайыптылардың арасына болмайтын жерде от салып, түймедейді түйедей көрсетіп, ұрысуға үндеп, ақыры ажырасуға дейін алып барады. Сондықтан азғырушыға азғантайда мүмкіндік есігін ашып,